Ассалаумағалейкум жігіттер. Ассалаумағалейкум. Мына жерде бізде Сұлтанда бутик ашылып жатыр. Ертоқым, қазақы ертоқым деген. Бұйырса соған бір шамалы қол көмек ұшымызды тегізіп жібереміз. Жаңадан ашылып жатыр, енді көмектесу міндетіміз қай-қайсымыздың да. Ертоқым жігіт таза қайыстан жасалған комплектке кіреді. Өмілдірік көзқан тартпа, ауыздық бау тартпасы мен қаптал ағаш. Пластик емес, аттың арқасына алып бет. Қара түсі бар, шоколадный, қызылы, кавалерийский мына қазақтың. Кавалерийский деген сол жаңағы орыс ері ғой да сіз айтып тұрғаныңыз, да? Иә, орыс ері қазақша қазір жасалған мынау. Қазақша. Көкпары бар, тоже полный комплект, комплекттер. Сосын Мына жерде тоже кавалерийскийдің арзан түрі бар. Полный комплект ауыздық, жүген, өмілдірік көшқан бау тартпасымен. Балардың жүгендері просто неден жасалған, жаңағы мына материал аты қалай? Жартылай мына қайсысында көрініп тұр. Тоже мына жерде қаптал ағаш, көмсін ағаш. Ағаштан жасалған, аттың арқасын ауыртпайды, дұрысынан жасалған дейсіз ғой. Қолдан жасалған ерлер ғой. Иә, қолдан жасалған ерлер. Сосын түстері әртүрлі бар. Мына жерде бабочка. Бабочка дегеніміз не болады? Ол құлындарға, тайындарға келеді. Желдетіп. Типа жайдақ сияқты, жайдақ мінгендей болады ғой, да? Жайдақ қот, иә. Жайдақ. Үзеңгілерімен, бәрімен, да? Үзеңгі тартпасы болды. Жеңіл желпі ер дейсіз ғой, иә? Мына талант дейтін ертоқымдар болады. Талант. Тоқымдар шешіледі, міне. Терліктері отдельно шешіледі, да? Терліктер шешіледі. Шешіледі, мысалы қатты жамбыр болғанда шешіп тастайсың да, кіргізіп тастайсың да, кептіріп салса болады. Бұлардың нелері полностью қайсыдан жасалған да? Тоже комбинирт етілген ғой, иә? Иә, тоже қайсы жасалған, полный комплект, жаңағыдай комбиниртін көріп тұрмын. 3 миллиметр қайсыдан толщинасы. Так, мынау не? Сол жаңағыдай талант қой. Талант, да? Түрлі тек, иә. Неше түрлі түсі бар, да? Қарасы бар, шоколадный бар, қызылы бар. Түрлі таңдауы бар, таңдауы. Бұлардың бәрі жақсы, неге аттың арқасын ауыртпай, қайызбен, қолмен, қол өнерден жасалған, е? Қазақша орнаменттері бар. Мына жерде көрініп өт, қаптал ағаш. Мына жерде үзеңгі тартпасы орнына қалдырған. Сонда бұларда мына алдыңғы қолтау мен артқы қолтаудың ортасына тіке түскенде бұл жерде темір жатыр, ортасында, иә? Иә. Тіке ағашқа салынбаған ғой, иә? Асты ағаш болып түседі. Асты ағаш, иә. Сосын ағаштың өзі қапталған мына қайызбенен. Қазақы өрнерімен талант деген. Міне көрдіңіздер ма? Тағы да қандай ерлер бар бізде? Осы қатардың бәрі талант. Осы қатардың бәрі талант, иә? Мен қазір бұлай бір не жаса жіберей. Бізде жаңадан Сұлтаннан ашылып жатыр, екінші этаж. Ертоқым деген інішек ашып жатыр, жаңа ертоқым. Қазір несін салам. Инстаграм страницасын салам. Заказ берсеңіздер болады. Өзім ответ берем. Өзім танитын жігіт. Любой қалаға, любой Ақтөбеде, Атырау, Ақтау жібере беруге болады. Мен сөйлесіп отырып, осындай тоқым мен арқылы заказ жіберуге болады. Өзім бағасына. Жеңілдік жасаймыз қой, ә? Иә, жасаймыз. Жеңілдік жасаймыз. Жаңа тұлпар, көкпар ертоқымдарыңыз қайда? Міне көкпар. Көкпар міне, да? Екі түсі қызыл мен көгі. Қызыл көгі бар. Үзеңгілерімен. Ауыздығы міне, жүгені. Құйысқаны бәрі бар, е? Полный комплектінде. Так, сосын тағы да астыңғы ерлер, бұлар арзан ерлер, е? Арзан ерлер, иә. Шаруашылыққа болады. Бұнан кавалерийский деп айтып болады. Жігіт деп айтып болады. Стап қаласында любой мал үркейді ғой. Алдынан мысық, ит жүгіріп біткенде әйтеуір жас бала болғанда әйтеуір стап қалады мына жерінен. Ертоқымнан ұстап құлап қалмау үшін, ертоқымнан ұстап қалады. Жас балдарға арналған жеңіл жалпы мал шаруашылыққа. Так, сосын мына жерде тағы да қандай ері бар? Осы солары бәрі. Түстері әртүрлі. Түстері әртүрлі. Қара түсі бар екен. Мына жерде мына
шамалы ақшылдау сұра түсі бар екен. Ердің өзі қара қоңыр, қызыл қоңыр. Мынау қара қазақ өнерімен жігіттер осылай қайда қашқанда қошқар оюымен бар екен оюлар. Оюлардың өздері де бөлінеді ғой, иә. Қошқар өнер дейді. Сосын қандай өнер бар тағы? Талғандардың уже қатты білмеймін. Аха. Қошқар ою есімде болып тұр. Кішкентай кезіңізде есіңізде алған болып тұр ғой өзіңіз. Жақсы, былғарлы, жұмсақ былғар, қатты, жақсы. Мына көбінесе былғарды айтады ғой, мына өгіз былғар дейді. Мына сондай қалың өгіз былғар сияқты. Несі қалың қайыздары. Сосын қатты түрлері бар екен. Мыналар шамалы көп майса қоймайды. Мынаны жаңа шамалы майыспалы. Көрдіңіз бе? Жұмсақ дейді ғой, жұмсақ. Былғарлы. Так что осылай жігіттер келіп, ер алып шулы болсаңдар, ер мал шаруашылыққа ер керек болса, осы арадан келіп алуларыңызға болады. Так, визиткіңіз бар ма сіздің? Мына жерде бар ғой, тартыға сыртта. Так, мына екінші этаж, Сұлтан. Міне кіріп қарауларыңызға болады. Міне Сұлтан, екінші этаж, Ертоқым, Ақтөбе 221, Инстаграм. Өзіме ұнап тұр. Әдемі тоқылған, істелген, қол өнерлер жақсы. Біз енді қазір көбісі мотоциклге неге мініп алғанбыз ғой. Ертоқым жақсы ғой енді.